Бекзат рахмет. Сабақтың мақсаты арнайы спорттық қимыл қозғалыстарын біріктіру. Айнал. Қатармен жүреді. Қол көтереді. Аяқ күшпен. Қол ұзындайды. Қол берде. Оң жақпен қолды ішке қарай сыртқа да айналдырамыз. Оң жақпен жүріп. Қол жақпен жүріп. Қол жақпен жүріп. Қол ішке қарай айналдырамыз. Арқалармен жүріп. Қол ішке қарай. Арқалармен. Қол берде аяқ қой сүйіп ана құштан дейін қол көрсетеміз. Қол дегене. Қол көрсетеміз. Солға қол берден бас солға көтеріп 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 қол иыққа. Алға көтеріп, Good.
Birler oğulda nara kep turamiz.
мынау білесіңдер двойной деген мынандай екі қолмен ұрасың двойной бір қолмен артын тоқтайсың ғой иә тоқтағаннан кейін барып қайтадан двойной одан кейін тоқталып жүгіруге болмайды түсіндіңдер ғой иә одан кейін мына ортадан мына бетке өтіп бар ғой өз адамға берсек қайтадан ережені бұзған болады түсіндіңдер ғой иә сол үшін қазір түсіндіңдер ғой иә қазір қараңыз так төрт командасы самал атқарамызда ерханбек капитан команда сен бекітіп он минутта баскетбол екі тайм түсіндіңдер ғой иә
Төрттің командасы ұтты. Қарағым ұтып қалды. Төрттің командасының бәріне тамаша деген баға қоямын да. Қарағым командасына жақсы деген баға қоямын. Сабақта өте жақсы ойнаған Бекзат, Мархат, одан кейін Санжар. Төрттің командасы. Ал Қарағымнан Ерхан жақсы ойнады, одан кейін Ильяс жақсы ойнады. Сосын Мараттар. Баскетбол ойын үйрендіңдер ғой, қалай ойнайды, иә? Қандай ережені бұзбау керек? Допты екі қолмен ұстау керек. Одан кейін жүгіруге болмайды, иә? Допты алып алып, иә? Допты алып алып жүгіруге болмайды. Одан кейін мына сызықтан мына бетті өтіп тұрып, мына өз командаңа допты лақтыруға болмайды. Түсіндір ғой, иә? Одан кейін жаңа атасының бетін құшақтауға болмайды. Ойнап кетсе жатыр. Түсіндір ғой, иә? Онда ережені бұзбау керек. Сабақ мақсатына жетті. Күйеуін ұстап бір орында тұрып, күйеуін ұстап беріп үйрену керек. Оңға сабақ тұтты. Жайлар сыныпқа барған сабақпен